Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін мен сіздерге қысқа мезгілге арнап алхордан мохито жасаудың рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде каналға тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Таза апельсинді тазартып жуып алып, сыртқы бөлігін видеодағыдай дөңгелек пішінде турап аламыз. Лимонды да дәл солай тазартып, жіңішкелеу дөңгелек етіп кесіп аламыз. Лимонның арасындағы осындай дәндерін алып тастаймыз. Пышақтың немесе қолдың көмегімен алуға болады. Содан соң 1,5 килограмм алхорымызды тазартып жуып аламыз. Мендегі алхоры қызыл және қара түсті алхоры. Және де бір бума жаңағы жалбыз керек болады. Банкамызды алдын ала стерильдеп аламыз. Мендегі 2 литрлік банкіден 3 штугын алдым. Және де 1,5 килограмм алхорны осы банкілерге орналастырып, араластырып саламыз. Алхорны банкіге орналастырып болғаннан кейін апельсин мен лимон тілімдерін барлығын банкіге салып шығатын боламыз. 3 банкіге бөліп саламыз. Содан соң жалбыз керек болады. Жалбыздың 3-4 қана жаңағы таяқшасын алып, осы банкіге салатын боламыз. Осы кезде алдын ала суымызды қайнатып, дайындап алатын боламыз. Бөлек ыдысқа қайнатып қоясыздар. Содан соң қайнап тұрған ыстық суды осы банкінің үстіне жеке-жеке толтырып құйып шығасыздар. Осы кезде қақпақты да алдын ала ыстық суда стерильдеп аласыздар, немесе бір қайнатып алсаңыздар да болады. Міне видеодағыдай толықтай барлығына құйып шықтым. Сонымен қатар каналымның алға қарай дамып жылжуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Видео ұнаса, поделиться бөлімін басып, WhatsApp желісінде түрлі группаларыңызға, чаттарға бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Енді қақпағын жауып, ыстық су кішкене суығанша 15-20 минутқа қалдыратын боламыз. Міне видеодағыдай 15-20 минутта барлығының түсі кішкене өзгереді, қызарып тұрады. 15 минуттан кейін қақпағымызды осылай ашып, тек қана суын ғана бөлек кастрюльге құйып алатын боламыз. Егер сіздерде торлы қақпақ болса, сондайды бетіне жауып, жаңағы оңай әдіспен солай суын алып алсаңыздар болады. Менде ондай болмағандықтан кішкене вилкамен ұстап тұрып, солай жасадым. Енді кастрюльдің үстіне 550 грамм қантымызды саламыз. Және де қант ерігенше толықтай араластырып тұрыңыздар. Оттың астын осы кезде ең үлкен жылдамдыққа қоясыздар, яғни газды. Осылай қайнайды, қайнағаннан кейін оттың астын өшіресіздер. Және де осы қайнап тұрған ыстық суды қайтадан компотымызды жаңағы банкілерге құйып шығатын боламыз. Осы әдіспен жасап көріңіздер, өте дәмді, керемет болып шығады. Біздің отбасымызға өте қатты ұнады. Мен бұл банканы әр жыл сайын жасаймын. Сондықтан сіздер де жасап көріңіздер. Бұл жерде жаңағы жемістің орнын басқа өзіңізге ұнайтын жемістермен алмастыруға болады. Әрқайсысын осылай банка бұрағыш құрылғымен барлығын бұрап қақпағын бекітіп аласыздар. Және де осындай қызыл күрең түсте болады, өте керемет болып шығады. Барлығын осы әдіспен ыстық қайнаған компотымызды құю арқылы қақпағын бұрап толықтай бекітіп аламыз. Және де қақпақты бекітіп болғаннан кейін сыртқы бөлігін кішкене сулы шашықпен сүртіп алсаңыздар болады, өйткені шіресі ағып кетуі мүмкін. Дәл осы әдіспен қақпақ бұрағышпен тағы да бұрап барлығын толықтай қатырып алдым. Сіздерге осы видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып кетіңіздер, және де комментарий бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдыруды да ұмытпаңыздар. Осы әдіспен 3 банкамыздың барлығын толықтай бұрап, барлығын жасап алдым. Содан соң банкамызды жаңағы төңкеріп, және де үстіне қалыңдау матаны немесе үлкен көрпені жапсаңыздар болады. Мен бұл жерде кішкене осындай орташа қалыңдықта шашық жаптым. Және де жапқаннан кейін қайтадан бір күннен кейін оңғаратып қойсаңыздар болады. Осымен біздің компотымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Және де менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға рахмет.